Эфирде өзек жарды хабары, екін тәлеті есенсіздер ме? Ойға түркі сауал тастайтын мен Жайнагүл Төлеміс, ал жауабына ықылас қою еркі өздеріңізде. Студиямыздың бұл жолғы қонағы Қазақстандағы софтверлік компаниялар қауымдастығының президенті Азаматхан Әміртаев. Студиямызға қош келдіңіз. Бүгін төрткүл әлемдегі ең толғақты мәселелер талқыланатын мінбер десе де болады. Ашық пікірталас алаңы 6-шы Астана экономикалық форумы ресми түрде ашылды. Бұл шара жыл сайын өтіп жүр, дегенмен биылғы бас қосудың, биылғы талқылаудың жаңашылдығы неде? Әңгімені осыдан бастасақ. Енді бұл шара жыл сайын өтіп жатқан үлкен дүниежүзілік дәрежедегі үлкен жобаның бірі, біздің елбасшының бағдарламасының бірі. Енді бұл біздің қауымдастығымыз осы экономикалық форумда өзінің арнайы жаңағы семинарын өткізеді. Семинар ол бүгінгі күні ақпаратты қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мәліметтер қорын қорғау мақсатында өтеді. Бұған біз арнайы шетелден баяндама жасайтын адамдар шақырдық. Америкадан, Европа елдерінен, Ресейден шақырдық. Және өзіміздің ғалымдар болады. Осы мәселе туралы айтып, онымен қалай күрес жүргізу туралы айтып кетеді. Бүгінгі күні дүниежүзін ала кетсек, енді қысқаша айтайын, 2012 жылы Cyber Crime Report деген үлкен ұйыммен үлкен бір зерттеу жүргізген. Сол зерттеудің нәтижесі 2012 жылы 114 миллиард доллар осы кибер қылмыскерлердің кесірінен қаражат жоғалған екен дүние жүзінде. Сондықтан бұл енді бүгінгі күні қарап отырсақ, сол хакер дейміз, кибер қылмыскерлердің олардың жаңағы әдістері күнмен өсуде. Соған байланысты олардың жаңағы интернетте жіберген вирустарына қарсы тұру, олармен күрес жүргізу әдістерін біз жасауымыз керек. Осы мақсатта біз үлкен семинарды ұйымдастырып отырмыз. Жиында ақпараттық қауіпсіздік мәселесі күн тәртібіне шығады дедіңіз. Шыны керек, ақпараттық қауіпсіздік мәселесі біз үшін, біздің мемлекет үшін ең бір жанды мәселенің бірі десе болады. Осы ақпараттық қауіпсіздік саласындағы қандай түйткілді мәселелер күн тәртібіне шығады, және бұл мәселеге жаңағы хакерлер тарапынан шабуылдан басқа тағы қандай қырын осы мәселенің талдағалы отырсыздар? Өйткені кез келген мәселеге жан-жақты қарау керек қой. Енді айта кетуіміз керек, мысалға біздің мемлекетімізде қарап отырсаңыз, интернет жүйесі, компьютерлендіру жыл сайын өсіп келе жатыр. Бүгінгі күні интернет пайдаланушылар біздің елімізде 60-70%-ға дейін жетті. Олардың сауаттылық деңгейі қаншамада? Сауаттылық деңгейі айту керек, үлкен дәрежеде деп айтуға болады. Бұл заманның талабы, олар компьютер жүйесін үйрену заман табалы болғандықтан олар ешқайсы қалып жатқан жоқ. Енді біздің азаматтарымызды сол интернет жүйесінде қандай біз қауіпсіздік әдістерін ұсына отырып оларға көмек ете аламыз. Сол біздің мақсатымыз. Мысалға айта кетейік, әрбір қолданушы интернет ресурстарын пайдаланады. Мысалға айта кету керек, әрқайсында электрондық карта бар, ақша, қаражат жұмсалатын. Екінші, әрқайсында мысалы электрондық почта болады. Олар жаңа интернеттегі әртүрлі жаңалықтар оқиды, интернет ресурстарын пайдаланады. Сол пайдаланған кезде өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін біз соны үйретуіміз керек. Соған біз қауымдасымыз осыны өз үлкен мәселе ретінде біз еліміздің азаматтарына жеткізіп отырмыз. Бұл енді халық мәселесі. Екінші, мына мемлекеттік ұйымдарды ала кетсек, бүгінгі күні ақпараттық жүйе мемлекеттік жүйелерде өте тез енгізілуде. Мысалға, әр министерство өзінің электрондық жүйелерін жасап жатыр. Солардың қаншалықты ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі көтеріліп тұр, қандай пайызда екенін біз айта алмаймыз. Сондықтан сол бойынша біздің қауымдастығымыз ол бойынша да өзіміздің кеңесімізді мемлекет ұйымдарға ұсынып отырмыз. Сіз олардың қауіпсіздік деңгейі қай деңгейде екенін айта алмаймыз дегенмен, мысалы қандай да бір министрліктің болмаса агенттіктің ортақ базасына кіріп оны жою, мысалы хакерлердің тарапынан, бұл мүмкін дүниелер
Олардың қорғалу деңгейі қайшамады деп айта аласыз? Маман болғаннан кейін бәрібір қандай да бір бағаңызды бере аласыз. Олар әлсіз деп айта алар ма едіңіз? Мысалы, сіз шақырған шетелден мамандар, бұл елдер қандай қауіп-қатерге осы ақпараттық салада ұрынып отыр? Жаңағы тағы бір мәселе, қолыңызда банктың карточкасы болатын болса, оның ішінде қаражат болатын болса, сол қаражаттың жойылып кетуі, мысалы, тағы бір қауіп-қатер біздің елімізде қазір қай деңгейде? Ақпараттық сайттардың, ақпараттық жүйелердің қорғалуы қай деңгейде? Әлсіз деп, нашар деп айта аламыз ба? Енді айту керек, біз енді егеменді алғанымызға Қазақстан 20 жылдай. Бізде мынау ақпараттық жүйелердің дамуы өте жас, 10 жылдай уақыт өтті. 10 жылдың ішінде біздің мемлекетіміз көп жұмыстар істеп жатыр. Бірақ мамандардың жетіспегендігінен бізде кемшіліктер бар. Мысалға айта кетейік, мысалға бізде әр ұйым өзінің жаңа сайттарын жасайды, портал дейміз. Олардың мысалға айта кетейік, міне енді осы әңгімеде, осыдан 2 ай бұрын осы Мәдениет министрлігінің сайты бұзылды хакерлермен. Енді айта кету керек, ол сондай бізде өте көп жағдайлар. Ондай жағдайлар бар екенін біз бәріміз білеміз, бірақ сондан қалай қорғану әдісін біз айтуымыз керек. Сондықтан біздің қауымдастығымыз қазір біз арнайы мамандар шетелден оқытып, және біз арнайы шетелден мамандар шақырып, солармен тәжірибе алмаса отырып, біз ұсыныстар жасап жатырмыз. Ең бірінші жасағанымыз, біздің ұсынысымыз, біз қазір мемлекеттік ұйымдарға, былайша айтқан кезде, орысша айтқан кезде безвозмездно дейміз, қазақша тегін осы консалтинг, экспорттық ұсыныстарымызды беріп хаттар жазып жатырмыз. Мысалы, кеңес бересіздер, оқытасыздар. Мысалға айта кету керек, енді Қазақстанда да ұйымдар, мысалы ұлттық комитет, ұлттық қауіпсіздік комитеті жағынан тарапынан өте үлкен жұмыстар істелініп жатыр. Белгілі стандарттар уже жасалынды қауіпсіздігімізге байланысты, бірақ оны біз ары қарай жалғастыруымыз керек, ары қарай жетілдіруіміз керек. Сіздің бір интернеттегі бір ойыңызды оқып қалдым, жалпы кәсіпкерлер үшін ортақ ақпараттық жүйе қажет деген. Мысалы, мемлекеттік қызметте ортақ ақпараттық жүйе бар, мысалы электронды үкіметпен жұмыс жасайды. Ал кәсіпкерлерде мұндай мүмкіндік жоқ депсіз. Осы істі осыдан біршама уақыт бұрын бастадыңыздар. Мұндай технология кәсіпкерлерге қаншалықты қажет, және осы бастамаңыз сіздің аяқсыз қалған жоқ па? Енді айта кету керек, біріншіден мысалға енді осы кәсіпкерлік бағытын айтатын болсақ, кәсіпкерлік ол жаңағы екі үлкен бағыттан тұрады. Мысалға бізде үлкен бизнес дейміз, үлкен кәсіпкерлік жол, ол біздің мұнай компаниялар, үлкен компаниялар. Және де екінші ол біздің орта және шағын кәсіпкерлігіміз. Енді біздің болашақта мысалға айта кету керек, енді Қазақстанда орта және шағын кәсіпкерліктің үлесі 20% болып отыр бүгінгі күні. Ал Европа елдерін, Америка елдерін алатын болсақ, олардың үлесі 90-95%-ға дейін жетеді. Сондықтан біздің қазір алға қойған мақсатымыз осы шағын орта кәсіпкерлікті дамытсақ деген ойымыз бар. Осыған байланысты осы 6-шы экономикалық форумда Қазақстан мен Америка арасында шағын орта кәсіпкерлікті дамыту, қолдау мақсатында орталық құрылады. Сол орталық құрылып, сонда біз көптеген үлкен жұмыстар жасасақ деген ойымыз бар. Негізгі мақсатымыз мына өндіріс саласында, бизнес саласында Европа елі мен Америка елінен біздер ойымыз мықты менеджерлерді алып келу. Басқара алатын мықты тәжірибесі бар менеджерлер. Шыны керек, мысалы Европа елінде қазір кризиске байланысты көптеген адамдар жұмыссыз жүр. Сондықтан біз сол жерден тәжірибелі адамдарды алып келсек елімізге, біздің ойлаймын, тез арада олар жетістікке жете алады. Олардың тәжірибесі, білімі бізге қажет. Бүгінгі күні айта кету керек, бізде кемшіліктер болып жатқан жерде, салаларымызда, ол тек қана бір мәселеге байланысты болып жатыр кемшіліктер. Ол тек қана жаңағы тәжірибенің жоқтығынан. Біз енді егеменді алғанымызға 10 жыл болды. Мамандарымыз әлі біздің дайын емес. Болашақпен кеше бітіріп келген балаларымыз әлі тәжірибесі